Қазақтың ұлы мейрамы Наурыз мерекесі құтты болсын. Бір ауыз тілек. Ұлы соң болсын. Ой. Ақ мол болсын. Бәрі жалаң барлық кетсін. Наурыз құтты болсын. Наурыздан наурызға жете берейік. Семейдеміз. Өзің едің тілегімде. Осындай әлемде аз моста қалай айқайламасқа, я? Адамдар тұр неқті. Кешіріңіздер. Бетманды жеңе алмай қалды ма, бұңайма. Жәсің, жи, менің досым өзінің оқырмандарына ауди. Немесе екі етажды Нұрсұлтаннан үй беріп жатыр. Бүгін осы ефир болады, бағыттаған сәттілік, ол үшін сүйер, аккаунтқа. Бар жоқ, қалтамыз 130 теңгемен ғана келдік. Давайте, армандар орындалады. Біздің арманымызды осы арманға бірге жетейік. Құрметті достар, давайте жіберіңіздер. Нұрдәулет кездес деп сені күтіп. Мен ұмытқанмын. Мен қайта басықтым ба? Ол не? Сәбес деп. Қиын екен пауза. Кет қал болды. Аккуратно. Бәрі екеш кетті. Сәлем достар, қалайсыздар? Мейрамдарыңызбен келіп жеткен 22 наурыз барлық үйлеріңізге, әр жанға, әр отбасыға шаттық, береке алып келсін. Әрдайым күлімдеп жүріңіздер, күндеріңіз сәтті өтсін, және де алға қойған мақсаттарыңыз, арман тілектеріңіз барлығы орындалсын, армандар орындалады дегендей, сіздер де армандай беріңіздер, және армандарыңыз орындалсын. Тілекке онша жоқпын, бірақ шын ниеттен сіздерге айтып тұрмын. Әрдайым аспандарыңыз ашық болсын. Тек шаттық тілеймін сіздерге. Бақытты болыңыздар. Всех люблю, всех обожаю. Видео түсіруге келдім, Әділетпен бірге. Әділет ана жерде жүр. Достар, білесіздер, бүкіл видеоларында Әділет түсіріп береді маған, және көп сұрайтындары, қазір көпшіліктің сұрайтыны, қалай блогер болсам болады, немесе қалай өзімді тапсам болады, инстаграмда көп подписчик жинағым келеді дейді. Ең бастысы, негізі интернет желісінде ол видеомен берілетін нәрсе. Ең бастысы, бірінші дұрыс видеоға түсіре білу керексіз, фотоға түсіре білу керексіз. Оның ракурстары бар, неше түрлі монтаждары бар, немен жасау керек, қандай сайт, немесе қандай предложениемен жасау керек, соның барлығын Әділет өзінің курсында айтатын болады. Қазір өзінің курсы болып жатыр, негізі 15 000 теңге тұрады, бірақ 90% скидкамен 1490 теңгеден сатылып жатыр. Егер де алам десеңіздер, бүгін соңғы күн сағат кешкі 9-ға дейін сатылым болады, одан кейін жабық болады. Сондықтан үлгеріп қалыңыздар, мына жерде аккаунт жасап кетемін, сол жерден бүкіл информацияны біліп аласыздар. Білетін шығарсыздар Әділеттің аккаунтын. Достар, мына жерде қызық болып отыр. Әділет екеуміз спорт етіп жатыр. Ол айтады маған, сенің атынан 2000 оқырман, яғни 2000 студент маған келмейді дейді. Мен айтамын, мен подписчигім барлықтары оқысы келеді десем, ол жоқ дейді. Сонымен спорт етіп, маған бүйтеді. Егер келсе, саған iPhone 12 Pro Max подарок етемін дейді, дұрыс па? Жап жаңа iPhone 12. Давайте сіздер сол арқылы маған 12 Pro Max-ты подарок етесіздер. 30 күн бойы сіздерді үйрететін болады 1490 теңгеге. Сондықтан давайте барлығымыз сатып аламыз. Мына жерге Каспи тастап кететін боламын. Қалай жасау керек? Просто свайп жоғары көтер. Біздің балалардың барлығы мына жерге келген ат шабуға. Қалайсыңдар? Наурыз құтты болсын. Бол болсын. Қайда жүрсең бол болсын. Привет, нақты қыздар тикток түсіріп жатыр. Сол, біз тамақ ішуге барамыз, наурыз көжеміз. Ғана Дилег екеумізге наурызға осындай сыйлық жасады. Рахмет. Магнумның атынан дедіңіз, а? Рахмет. Мынандай подарка жасап қараңыз. Продуктыға келгенбіз ғой негізі. Ішінде не бар? Тамақ бар да? Рахмет келген. Тамақ ішеміз. Негізі продуктыға келгенбіз ғой. Өзімше болып жүрсем, подарка беріп тұрмын. Рахмет. А у нас сегодня бешбармақ. На жерде болса тесто варится.
Қазір бешбармақ жейтін боламыз. Иісі деген енді не передать. Кім дайындап отыр екен? Мына жерде бізде просто шай ішетін жер, а мына жерде біз бешбармақ жейтін боламыз. Как всегда жерде жегеннен күшті, иә? Я дастарханда отырған күшті ғой, то есть жерге төсеген. Сонысы күшті. Олдар келді, кстати. Достар, ровно 1 сағаттан кейін прямой эфир, ал прямой эфирда не істейміз? 200 мың теңге Шәке екеуміз ойнататын боламыз. Не істеу керек? Шарты біреу ғана, одан да оңай, жеңіл сіздерге. Достар, бір аккаунт тастап келем, сол аккаунтқа кіріп подписаться етіңіздер де, және достарын қарап шығыңыздар. Бүгін прямой эфирда ровно 1 сағаттан кейін ойнататын боламыз. Я твоя навеки навсегда, ты все мои желания, заветные мечты. Тебя люблю, люблю, безумная любимая. Енді былай жатқаныма қатты енді ұрыспайтын шығарсыңдар енді. Нормально деп ойлаймын. Үйге келіп, шаршауды басып жатырмын енді. Қанша дегенмен, қандай әдемі жерде жүрсең де өзіңнің төсегіңе жетпейді ғой енді. Атам қазақ айтқан ғой, өз үйің өлең төсегім деп ше. Ал айтпақшы, тікелей эфир ертең болады. Ал мынау скриндар бағана айтқан 2 миллион теңгенің отчеттары ертең тағы да таратамыз. Қайырлы түн. Жоқ, тоқтаңдаршы, не әңгіме енді ол мәме деп. Ашып тұрған жоқпыз. Жауып қоямыз. Кому видно, кому не стидно. Енді мынау мәме дегенді кейбір жақта түсінбейтін болар. Енді айтсаң, до конца айтсай турасын. Мәме это ем... Мен де қоғам. Жоқ, енді мынау мен де ол сөзді айтуға не үшін ұялып тұрым деймін да. Бізде қазақта айтады ғой, мысалы. Айта берейін енді, вы простите, ну, конечно. Мысалы, емшектегі бала деп айтады. Мысалы, емшектен белің шықпай жатып. Ол өтпей қалды. Сендердің яттарың бар ма? Бүгін ұлыстың ұлы күні Наурыз ғой. Анау кешегі түндегі темаға қайтадан оралсақ, мынау енді емшек деп жатырмыз ғой. Енді мынау емшек дегеннен шығады. Яқ бәрің үйті ұялып қалыңдар. Бәрі емген нәрсе ғой. Білмеймін сіздер. Неғып қоймайсыңдар, бұл тема баяғыда жаптық қой. Оны тек қана ембейді ғой деген не әңгіме енді. Мен өзіме келетін болсам, мен чисто еміп көрдім да. Білмеймін енді, әркім оны әртүрлі пайдаланады екен енді. Біреулер антистресс деп. Құлақ шегедейін. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі келіп жеткен Наурыз мейрамы құтты болсын. Ал біз қазір үйге қайтып бара жатыр Алматыға. Уже жолдамыз. Мына видті қарасаңыздаршы, ойбой. Қазақтың жері не деген кең деймін да, шүкір. 66 километр, чё там? Так, ал жігіттерден мнение сұрап көрейік енді. Жай жүрсең жетеміз, жай. Жететін сияқтымыз ба? Жусуан болып тұр да. Жабысып аяқтардыңыз ағым. Так, бағана хоть көрсетіп тұрған қанша бензинға, қазір вообще көрсетпейді. Если что, на всякий өшіп қалатын болса, заправкаға баратын машина бар ғой, короче. Артымызда тағы да біреу бар, если что. Менде бір план бар, айтайын ба? Қандай план бар? Төртеуміз, короче, жиналайық та бірге. Сиік да, сосын анда қияйық да. Жоқ, біз бірақ көп су ішуіміз керек. Бірақ көп су ішіндер. Негізі С-класста удержание полосы, круиз контроль бәрі бар да. Бірақ сіздерге лайфхак, егер де андай сіздерде жоқ болса, досың в помощь қой, короче. Удержание полосы, жынды, мынау дұрыс істемейтін. Көзі әке сүртшерейін, көзім сүртшерейін. Еще шашки бар бұда. Функция шашки имеется. Так, әң деп үйден шықты қал, Наурыз құтты болсын. Қыздардың атынан керемет бір бешбармақ. Рахмет, ас болсын. Қыздар, қазір мен мұнай картошка қайтан кірем, ана яқтан шығам. Айттым, істеймін ой көрі. Әлі ұйықтаватсыңдар ма? Мейрам келді ғой, мейрам. Хотя бы бүгін ұйықтамай қойыңдар, бүгін. Басқаларды көрсең тойлап атады, бір жақтың абыр сабыр. Сен хотя бы, сен тұршы. Осы жаңа жыл келді десе бағыттарын тегі бір ай бұрын дайындаласыңдар ғой, не болды? Ассалаумағалейкум. Бүгінгі қазақтың жаңа жылы баршамызға құт береке алып келсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бұйыртса келесі Наурызды барлықтарымыз дүркіретіп, атап өтіп жатсын. Жоқ, мен досыма айттым да, негізі досыма,
жүрші досым. Ей, жүрші. Аңыз. Тұрғысы келмейді. Болды, аны көрмер ма? Барып отырып алады да, ана сторис Нер баса. А? Сау боласың ғой? Қаланың сыртынан іздеп, үйтіп таптық мына көржені. Үйтіп азақ. азақ демейсің бауыр. Что там? Қайырлы таң, бүгінгі Наурыз мейрамы, ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Давайте тұрыңыздар, далада деген погода, кайф. А мен қайттан съемкаға келдім. Көже ішіп, андай күшті өткізсеңдерші, жағдай бересіңдер ме? Демалысты. Күндерің сәтті өтсін. Мен екінші күн рубашкамен көрген непривычный шығарда. Алматы қаласында қай жерде көже сатады, настоящий көже қазымен. Айна мына одноразовый емес, кәдімгі қазымен. Қай жерде? Короче, нағыз бен танысайын десем, анда өзінше отыр, біреумен сөйлесіп. Яғы өстіп өзінше басындар қыздар. Өзінше качеля отыра. Құры таныспайым болды, пока. Қалада что-то дым қызық емес, Наурыз не ощущается, тауға келді, қараңыздаршы, қандай красота. В общем, кешірім өтінем, тауға шықпай қойыңыздар, мына жабық бәрі. Короче, настроение жоқ, наурызский. Білмеймін, қаяқта бар. Іздеп жүрмін настроение. Бір наурыз кезінде ашып қойса болады ғой бәрінші. Жауап, нерв. Алиш деймін да. Артта отқан кайф екен деймін да. Досым бар ғой. Артта отқан күшті негізі. Артта отқан күшті негізі. Не болды? Өтірік бір тұрып неғысаң болатын. Мына екеу алаяқ еркек жайдап. Сенбеңдер. Мынаған сенбеңдер. Мына аттарға не болған? Мәш. Ойбу, құрсы. Нанкі жоқ екен. Мына темекі жегіп бір мен тұрмайды. Екі қауат әлдер естетсін, мән бермеңдер. Ол өздері сондай өз. Эй, наконец-то таптық көжені! Ас болсын, мейрам құтты болсын. Ас болсын. Мәш. Таппадық. Бүгін енді стористар точка болды. Кипс басталды наяқта. Короче, наяқта кипс болады. Бүгін ертерек ұйықтайтын сияқтын. Вот это қызғаныш та. Барлықтарыңызға қайырлы түн. Ас болсын ау. Бір қолмен көзің сүртіп, бір қолмен жейсің ба? Айбай! От души. Семейде. Ассалаумалейкум. Рахмет, родной. Ойбу. Ақыры әйтеуір үйтіп таптық қой наурыз көжені, наконец-то. Короче, бұл машинада менің запаскаларым и менің холодильнигім. Это вот здесь. Осы жерде қарным ашса, алып жей беремін. Бірақ тастап кет үйге кетерді, иә? Тастап кетем, конечно. Бірақ жеп қойшы болма. Короче, барлық жерде халявный наурыз көже жеп жатырық. Тағы жерге тағы көже жеп жатырық. Что там?
ет заказ беріп қойғам, и шахи асып қойыпты. Молодец, бүгін бізде 5 бармақ наурыз. Как обычно. Магнумға барып келдік, и осы алған нәрселердің барлығы 15 мың теңге болды. Көрсетейін, не алғанымыз. Бречки, тепшки, бәтінки. Оу, бречки, шауып келсін, барып кел.